Салют достар, қалайсыздар? Осындай трендке айналып жатырған өзіңіздің 3D фотоңызды қалайша жасауға болатынын осы видеода көрсетемін. Қазір мен бүгін осындай жұмыста фотоларымды жасап көрдім. Қараңыздар, қалай шыққанын мен сіздерге көрсете кетейін. Міне осындай өзіңіздің 3D картинкаңызды алады да 3D-ға айналдырып, өзіңіздің фигуркаңызды как будто 3D моделированиемен салған секілді жасап беретін болады. Қазір соны біз жасанды интеллекттің көмегімен жасайтын боламыз. Мен арнайы өзімнің 4-5 фотомды жасап қойдым. Осы жерден 3-4 нұсқасын жасап сіздерге көрсетемін. Ендеше көп созбайын. Егерде видео пайдалы болса, менің парақшама тіркеліп лайк басып пікір қалдыруды ұмытпа. Айтпақшы, ескерте кететін жайт, бұл 3D фотоны қазір біз жасанды интеллекттің көмегімен жасаймыз. Бірақ фотоңыз полный рост болғаны шарт. Көріп тұрсыздар ғой, себебі сол кезде фотоңыз әдемі болып шығады. Мысалға, мына қызымның фотосын қараңыздаршы, қалай как будто кукла сияқты шығарған, әдемі. Мысалға, мен мына жерде қалай тұрмын. Осыны алады да просто 3D моделирование сияқты қылып жасайтын болады. Түсінікті ғой, мына ұлым екеуміз қараңыздар, қандай әдемі отырмыз мысалға. Сол секілді қазір барлығын көрсететін боламын. Бұл фотолардың барлығы жасанды интеллект арқылы, бірақ та бұны ChatGPT жасай алмайды. Бізге Gemini AI деген керек, яғни Google'дың Gemini AI. Егер де шықпайтын болса, сіз кез келген компьютерға, телефонға аласыз да, мысалға Gemini деп жазасыз. Осылай Google Gemini деген сайт шығады, соны үстінен басасыз, сонда сізге осындай сілтеме ашылады. Өзіңіздің кез келген Gmail почтаңыз арқылы тіркелесіз, болды. Осы фотоны жасау үшін керекті промптты айтпақшы достар. Мен өзімнің Telegram каналыма салып қоятын боламын, сол жерден ала аласыздар. Ол немесе YouTube парақшамның описаниясына жазып қоятын боламын. Мен мына жақта жұмыста әбден эксперимент жасаған болатынмын, соның мынау промпттары қазір скопировать выбранный текст деп қойын. Қазір алдын ала көшіріп қойдым. Мына жерге қазір біз бірден фотоны саламыз, загрузить файлы басамыз. Сол жерде загрузкиді басамыз. Бірден қазір қай фотоны таңдасақ болады мысалға. Қазір давайте сіздерге бір жақынырақ осы бурабайды алып көрейін. Әрі қолым ашық, жайылып тұр. Көрейік қалай шығаратын, керекті промптты қазір ставить етеміз осы жерге. Олжас Сабырханұлы деп аталады Telegram канал. Сол жақтан да таба аласыздар. Ендеше, міне, ешқандай қиыншылық жоқ. Осылай дәл осылай фотоңызды жүктейсіз, және осы мен жазған промптты аласыз да, отправить басамыз. Кішкене күтеміз қазір. Содан кейін нәтижесі шығатын болады. Егерде көңіліңізден шықпаса, басқа фотоларды да жүктесеңіз болады. Қазір көреміз. Бұл негізі бұл Gemini риза болғаным біріншіден тегін, екіншіден ешқандай да сізге көптеген басқа жасанды интеллекттер секілді анандай не бермейді сізге. Вау, қараңыздаршы қандай күшті. Қолым сол күйінде қалған. Керемет қой, нәтижесі қараңыздар, сіздерге үлкейтіп көрсетейін. Қараңыздаршы, саған күшті ғой, керемет қой, Давайте келесі басқа фотосын жасап көрейік міне. Енді басқа фотоны загрузка жасап көрейік. Загрузить файлды басамыз. Кейіннен так, бурабайды жасап көрдім. Мына давайте кемені жасап көрейік осы. Кішкене сәл алыстау, бірақ көрейік мына жасанды интеллект қалай нені шығаратын. Блин, соңғы жағында мынандай мына промпт жазылған кезде артық батырма, болмаса артық сөздер жазылып кетпеуін қадағалаңыз, себебі бұл сіз қалай жасанды интеллектке промптты бересіз, бұл дәл солай түсінеді де сізге шығарып береді болады. Егер сіз ағылшын тілін білсеңіз, тіпті жақсы мына жақтағы сөздерді өзгерте аласыз. Мына мысалға мынандай шығарып берді менікі. Мына фото менің алыс болғандықтан картинкада да алысырақ шығарып беріп тұрсыз. Көріп тұрсыздар ғой. Егер жақынырақ түссеңіз, тіпті әдемі шығар. Қазір анау келесі картинканы солай жасап көретін боламыз. Кеттік ендеше. Қайтадан плюсті басамыз, загрузить файлды басамыз. Так, осы картинканы жасап көрейінші. Открыть басамыз. Так, вставлять етеміз керекті промптты. Сосын отправить басамыз. Көреміз. Фотоңызды егерде качествосы бар ғой, тіпті жақсы болса, және осылай дәл осы фото секілді жақынырақ түссеңіз, сіздің де картинкаңыз, яғни 3D фотоңыз әдемі болып шығатынын ұмытпаңыз. Қарасаңыздар, жаман емес, Мына жақта қараңыз, нано банана өзінің
айтпақшы Google өзінің нана банана деген фотошоптан да асып түсетін өзінің жасанды интеллектін шығарғандықтан қарасаңыздаршы, нана банана деп өзінің жаңағы картинкасын шығарып та жатыр. Жаман емес меніңше. Тіпті жақынырақ болса тіпті жақсы болар еді. Ендеше пайдалы болды деген үміттемін. Осылай тоқтамай жасай беретін боласыздар, себебі бұл жасанды интеллект тегін. Егер де менде компьютер жоқ қой, қалай жасаймын десеңіз, телефонда да қалай жасауға болатын видеоны мен өзімнің Instagram парақшаларыма салып та қойдым, сол жақтан көрсеңіздер болады. Оны таппасаңыздар, осы YouTube-тың описаниясына жазып қоятын боламын. Егер де ақпарат пайдалы болса, менің осы YouTube парақшаларыма, астындағы Instagram парақшаларыма тіркеліп қойыңыздар, себебі ол жақта көбірек пайдалы ақпараттар шығып отыратын болады. Ал егер де сіз монтажға, дизайнға қызықсаңыз, жасанды интеллекттердің барлық құпия сырларын білгіңіз келетін болса, осы YouTube парақшасын жіберіп алмаңыздар.